Даңқы жер жарған туған өлкем айтар, көлгөсір хикаяның тиегін қайтып ағытарымды білмей, тоқырап келем. Туған өңірім менің сол қиналысымды сезгендей. Шіркін, жерден ғұлама, жерден шешен кім бар дейсің? Төңірегім тола жазу. Осынау көлгөсір жазулардың шертер шежіресін тыңдауға да орасан зор төзім керек. Өйткені ол ғасыр мен ғасырдың, оқиға мен оқиғаның, бір ғажап пен екінші ғажаптың басын қосып, көкірек санаңды қайтадан мынау шытырман дүниенің өзіне айналдырып жібереді. Оны оқып, көз алдыңда жоқ, көз тасаны көресің. Көз тасаны көріп, жан жағыңнан анталап тұрған күнделікті күйбеңді, маңай толы мігірсіз қозғалысты, кәдімгі өзің мен өз төңірегіңді ұғасың. Ал мына бір қара жолдағы шартараптан қосылып, шартарапқа шашырап жатқан егіз шумақтай қос аяқ жолдар түні бойы сарғая қалам тістелеп, таң алдында қалғып кеткен ақынның әлі аяқталмаған өлеңіндей. Күллі кеңістіктің өзі түптеп келгенде бір кітап. Бір мұқабасы мынау қап-қалың қара жерде, екінші беті сонау көз жетпес зеңгір көк. Осынау ұлан асыр кітапты да оқуға болады екен. Жә, әңгіме басынан болсын. Сол күні анам мені сарала таңнан оятты. Әйтеуір, әлде бір жаққа жүріп келем. Басып келе жатқаның құмақ екенін білем. Шөп басының шық екенін білем. Жүріп келем, қалғып келем. Балам, көзіңді аш. Аштым.
Анадайда әлдене ағараңдайды. Терістіктен тағаша иіліп қоршап жатқан ақ тау. Әппақ-ау, әппақ. Ол кезде біздер алтыннан да ардақты көретін шақпақ қанттай ақ. Баурайлары тіп-тік құламашың. Тек біз тұрған тұс қана сәл түйетайлыланып барып қайтадан шыңға айналады. Сол түйетайлы көзден түсіп жатқан қасқа жол дәл мен тұрған қара тепсеңге кеп тіреліпті. Қара тепсеңнің қақ ортасында жалғыз құдық. Ақ бортастан қаланған аласа әйкел. Қазір кәрі кісінің тісіндей сарғыш тартқан. Дәл сондай ақ бортастан ойылған ұзынша астау. Ештеңеге түсін алмай маңайға көз жүгіртем. Ту сыртымда құбыла бетте дөңкүйген құба шағылдар. Шағылдың етегі жүзген, құрақ, бидайық, үйілға өскен қалың жықпыл. Қалың жықпылдың ортасындағы оймақтай тепсеңде жалғыз құдық. Тепсеңнің терістік жағы дыңылдаған сор. Сордан әрі шың. Шыңнан әрі мөлдіреген көкжиек. Аңтарылып, анама қараймын. Ұмытпайтын боп жаттап ал. Жаттайтындай несі бар? Шың, сор, тепсең, шағыл. Анам құдықтан батысқа қарай шамамен 200 қадамдай тоқтады да, тағы да әбден қарап ал деді. Қарадым. Сол баяғы шың, тепсең, көзге ұрып тұрған ештеңе жоқ. Не дерімді білмей, бедірейген жерге тағы қараймын. Сөйтсем, мен дәл сол арада туыппын. Мен тұрған жер, мен туғанда біздің үйдің тігілген орын екен. Жетіре таунап тұрдым. Енді мен бұл араны өмір бақи ұмытпайтын көрінем. Енді мен бұл араны көзімді байлап қойса да табатын көрінем. Енді тағдыр мені кең дүниенің қай қиырына айдаса да, бұл араға табжылтпай тауып келе алатын көрінем. Енді мен туған ата-анамды қандай жақсы көрсем, жұмыр жердің осы бір пұшпағында сондай жақсы көретін көрінем. Өйткені ол маған өмір сыйлапты. Мынау кең дүниені түгел сыйлапты. Сөйтсем, ол жылы мен жетіге келген екем. Сөйтсем, мен сол күннен бастап аяғымның астындағы мыңқ етпейтін қаранардай мығым жерге жер сала қарайтынды шығарыппын. Зер сала қараған сайын қара жердің жұмбағы көбейе түседі. Сол жұмбақты шешуге бола ма екен сірә? Бір 1951 жылы тау үстінде елсізде екеуден екеу келе жатқанда Қазақ СССР ғылым академиясының президенті Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың тапсырмасымен Маңғыстау қазба байлықтарын зерттеп жүрген геологиялық экспедицияның жұмысымен танысуға келген Балажан Ақкөңіл шал академик
Иван Иванович Бок 5 күн бойы мені қасынан тастаған жоқ. А вот этот камень очень интересный камень. Вот смотри. Это жила. Кварцевая жила. Смотри. Смотри, он светится. Это свидетельствует о вулканической силе. Кварц оказался среди пещер. Шығыс Қаратаудағы бай кісі, Барыс, Шағала, Сарықауақ, Бескемпір, Көкбұлақ, Жезді маңындағы сай-салаға тығылған геолог шатырларына бірге кірдік. Өзіміз күнде қозы қайырып келетін төбешіктер мен қыраттардағы ақ тас, қара тас, сұр тастардың аттары ақ көп екен. Күн көзіне шағылысып жалтырап жататын беті жылтыр, іші бор кебір тас, гипс. Қабат-қабат боп қатпарланып сынатын жентек тас, сланец. Күн көзіне ұстасаң, саңғы болып тұратын бұрыш-бұрыш қап-қатты су тас, кварц. Өз-өзінен тоттанып жататын құж-құж қоңыр тас, темір тас. Бір жері көк жасыл, сап-сары боп, саңғы болып жалтылдап көрінетін қоңыр көк тас, мыс тас. Қасымдағы қария соның бәрін жет атасының атындай жатқа соғып келеді. Сонда қара жердің де құпиясын білетін соңғыла қария маған не деді екен? Вот мы подошли к самому ценному. Вот это и есть марганец. Очень ценный элемент. Во время войны для нужды фронта весь марганец был добыт в Казахстане. Егер жер шарындағы шөл атаулының барлық түрін, жалаңаш құзаршын қара тауларды, жапан түздің не ақ шағаладай ағараңдап, не батар күннің нарт қызыл нұрындай жалқынданып, алыстан көз арбап тұратын көркем мұнаралары мен алдырмас қорғандары бар, сиқырташ шаһарларын, құм шағылдар төккен әшекейлерді, сорлардың сан сапат түрлерін, шыңдар мен құзарттардың теңдесі жоқ не керемет үлгілерін өз көзіңізбен көргіңіз келсе, тастай боп дыңылдап жататын айдын тақырларды өз аяғыңызбен басқыңыз келсе, бояулардың не ғажайып сесімен реңкін, ағын сулар аямай шимайлаған ою өрнектерді, құба түзде құландай жортқан жебір желдің қолынан не келетінін, шөлдің тағы басқа талай ғаламаттарын қызықтағыңыз келсе, Маңғыстаудан артық жерді бәрібір таба алмайсыз. Шөл табиғатының алуан-алуан құбылыстарының бәрі осы бір асыл қазына жиған алтын сандықтай аядай өлкеден түгел сұрасады. Алтын сандықтағы қыруар байлыққа әлі ешкімнің қолы тиген жоқ. Уақыты келгенде ит арқасы қиян Маңғыстау пайдалы қазбаларды өндіру мен өңдеудің аса ірі орталығына айналып шыға келеді. Бұл өлке ұйықтап жатқан арудай өзінің оянар сәтін күтуде.